Бүгіннен бастап өз активтері мен міндеттемелері туралы декларация тапсырмағандар әкімшілік айыппұл арқалайды. Ал банктегі шоттары бұғатталады. Бұл туралы Мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары мәлім етті. Декларацияның үшінші кезеңіне дейін салық жайлы өз мәліметтерін Қостанай облысында 5000-ға жуық адам тапсырмаған. Бұл кезеңде кіріспен мүліктерін заңды тұлғалары мен жеке кәсіпкерлер тіркеулері тиіс. Жайбасарларға кірістер департаменті ескерту жібереді. Егер ол да елеусіз қалса, бизнес өкіліне айыппұл салынып, барлық шоттары бұғатталады. Айта кетсек, салық төлеуші азаматтарға арналған үкімет порталы арқылы декларацияны электронды түрде ұсынылады. Хотелось бы напомнить и предупредить, что декларанттар күнтізбелік жыл ішінде алынған кірістер туралы, оларға қолданылған салық шегерімдері, мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару туралы мәліметтер, шетелдік банктердегі банк шоттарындағы ақша туралы ақпарат беру тиіс. Елімізде жалпыға бірде декларациялау жалғасуда. Кезекті кезең осы жылдың 16 қыркүйегінде аяқталды. Осы уақытқа дейін декларация тапсырмағандарға енді айыппұл салынады.